ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті мұсылман бауырлар, құрметті ақсақалдар, ағалар, інілер, Аллах субхана ва тағала баршамыздың жасап жүрген құлшылық ғибадаттарымызды қабыл қалғай, амал әрекеттерімізде кетіп жатқан кейбір кемшіліктер болса, Аллах субхана ва тағала өзі ғафур рахим есім сифаттарымен біздерге жарылқау беріп, кешірімін бергей. Жаңа ғана бас имамымыз осы жамағат бәріміздің мешітке келген кезде бір аяғымызбен басқан қадамымызға Алла сауаптан жазса, екінші аяғымызбен басқан қадамымыз үшін күнәмізді кешірсін деп ол кісі жақсы айтты. Пайғамбар алейхиссалату вассаламның осыған байланысты хадисі де бар. Енді бүгінгі тақырыбымыз дәл осы истиғфар тақырыбы, яғни күнәміздің кешірілуі үшін біздердің Алладан кешірім сұрауымыз жайында болмақ. Және де соның ішінде Пайғамбар алейхиссалату вассаламның хадистерінде келгендей, Алла Тағаланың қасиетті кәләмі Құран кәрімде келгендей, яғни кімде-кім Алладан истиғфар тілейтін болса, күнәсінің кешірілуін тілейтін болса, мұсылман адам өзінің тілеген армандарына жетеді екен. Иншалла бұл мәселені Құранның аяттарына сүйеніп, хадистерге сүйеніп айтатын боламыз. Яғни кімде-кім өзінің арманының орындалғанын қаласа, Алладан кешірім сұрау керек екен. Міне сонда оның тілеген арманы орындалады екен. Алдыменен осы истиғфар тақырыбына қысқаша кіріспе ретінде тоқталатын болсақ, истиғфар дегеніміз бұл арабтың сөзі, Құран кәрімде айтылған, Пайғамбар алейхиссалату вассаламның хадистерінде айтылған, яғни кешірімді талап ету деген сөз. Ал енді кешірімді талап еткен кезде адам баласы бір күнә жасап қойса, Алладан истиғфар тілейді. Астағфирулла, Алла тағалам кешіре көр деген сөзді айтады. Немесе басқа да сөздер бар. Енді осы истиғфар тілеген кезде тура мына тәубедегідей адам баласы күнәдан бас тарту керек екен. Егер күнәні жасап тұрып, бірақ Алладан кешірім сұрап жүре беретін болса, оның күнәсі кешірілмейді екен. Ол дұрыс емес екен. Сондықтан да адам алдыменен жасап жүрген күнәсін тәрк ету керек, және оған ендігәрі қайтпаймын деп бел буу керек. Осылайша Алладан кешірім сұрау керек екен. Бұл жайында ғұлама ғалым Әл-Фудайл ибн Ияд радияллаху анху, үлкен ғалымдардың бірі, өзінің бір сөзінде айтады: «Әл-истиғфару биля иқлаин таубатул каззабин». Яғни күнәні тастамай Алладан кешірім сұрау, ол өтірікшілердің тәубасы дейді. Өтірікші адамның тәубасы осылай болады. Яғни жасаған күнәсін тастамай, ары қарай жасап жүріп, бір жағынан Алладан кешірім сұрайтын болса, ол өтірікші адамның тәубесі екен. Сондықтан да бірінші кезекте біздер не істейміз? Күнәмізді тәрк етуіміз керек екен. Алла соған жәрдем берсін. Алла тағала Құран кәрімнің көптеген аяттарында осы күнәні тәрк ету мәселесін қозғайды. Және де күнә үшін кешірім сұрау мәселесін қозғайды Алла тағала. Алла тағала Құран кәрімде айтады: «Астаиду билля
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Сондай бір арсыз қылық жасаған кезде, немесе өз-өздеріне зұлымдық жасаған кезде, Алланы еске алып, күнәлары үшін Алладан кешірім сұрайтындар бар дейді. Енді күнәларды Алладан басқа кім кешіреді? Және де сол жасаған күнәсі үшін, яғни күнәларында табандылық танытпай, оны тастай білгендер. Міне солар улаика жазаухум магфиратун мин раббихим. Міне солардың сый сияпаты не болады? Міне ондай адамның сый сияпаты дейді, Раббысынан болған мағфират, кешірім болады дейді. Ва жаннатун тажри мин тахтихал анхар холидина фиха. Астынан өзендер ағатын жаннат бақшалары. Және сол жаннат бақшаларында олар мәңгі бақи қалады дейді. Ва ни'ма ажрул амилин. Осындай ізгі іс жасайтындардың мынау сый сияпаттары қандай жақсы деп айтқан екен. Бұл оқылған аят Әлі Имран сүресінің 135-136 аяттар екен. Яғни бұл аятта қараңыздар, сондай күнә жасап қойса да, бірақ Алладан кешірім сұрап, сол күнәсін тәрк еткен адамға Алла тағала кешірімін беретіндігін айтып жатыр, және астынан өзендер ағатын жаннат бақшаларына кіргізетіндігін айтып жатыр. Қараңыздар. Міне олай болса, күнәміз үшін кешірім сұрауымыз ол мұсылман адамға жарасатын. Жаннаттан үміті бар, ақыреттен үміті бар, Аллаға деген сенім бар адамның жасайтын ісі екен. Енді пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва салламның хадистеріне келетін болсақ, Алла елшісінің өзі сахаба Абу Хурайра радиаллаху анхудан жеткен хадисте сахаба Абу Хурайра айтады екен: "Сами'ту Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллама яқул", мен пайғамбар алейхи салату ва салламның былай деп айтатынын еститінмін дейді. Естідім дейді. Валлахи, пайғамбарымыз айтады: Аллаға ант етемін, инни ла астағфируллаха ва атубу илей фил яуми аксара мин 70 марра. Мен Аллаға ант етемін, күніге Алла тағаладан кешірім сұрап, күніге 70-тен аса мен истихфар тілеймін, Алладан кешірім сұраймын деген екен. Ойлаңыздар, пайғамбар алейхиссалату вассалам өзі ешқандай күнәсі жоқ, күнәдан пәк жан бола тұра 70-тен аса мәрте күніге не қылады екен? Алладан кешірім сұрайды екен. Бұл деген сөз, пайғамбар алейхиссалату вассалам бұны не үшін айтып жатыр? Не үшін бұл істі жасап жатыр? Үмметі болған мына сіздер мен біздерге үлгі болу үшін осындай қадамдарға барып жатыр. Олай болса, демек, сол пайғамбар алейхиссалату вассаламның соңғы үмметі ретінде біздер осы истихфарды, яғни Алладан кешірім сұрауды біздер ешқашан тәрк етпеуіміз керек, үнемі соны орындауға тырысуымыз керек екен. Енді осы күнә үшін кешірім сұрау жайында Құран кәрімде керемет аяттар бар. Ол аяттардан алдын иншалла бір оқиғаны айта кетейік. Сол аяттарға байланысты болған. Мына табиғилердің ішіндегі белді үлкен ғұлама ғалымдардың бірі, әулие кісілердің бірі Әл-Хасан әл-Басриді бәріміз танимыз. Есімін естігенбіз, бәлкім оқыған да шығармыз ол кісі жайында мәліметтерді. Міне сол Әл-Хасан әл-Басридің басынан мынандай бір оқиға өтеді. Келіп, ол кісіге келіп сұрақ сұрайды екен. Өздерінің жаңағы уәждерін айтады жамағат келіп. Енді ғалым кісі ғой қанша дегенмен. Сонда келіп бірде бір кісі келіп айтады екен: "Мынау құрғақшылық басталып кетті біздің жерімізде. Алладан дұға тілеңізші, мына құрғақшылық басымыздан кетсін." Деп жаңағы бір кісі келген кезде Әл-Хасан әл-Басри айтқан екен: "Сен Алладан кешірім сұра" деген екен. Истихфар тіле деген екен. Содан кейін тағы бір кісі келіп айтыпты, өзінің жаңағы кедейлігін айтып шағымданыпты. "Мен кедеймін, пақыр кедеймін, дүнием жоқ. Дұға тілеңізші, Алла тағала маған рызық несібе берсін" деп ғұламаға келіп өтініш айтып кепті. Сонда бұл кісі тағы да
жаңағы айтқан сөзі Алладан кешірім сұра деген сөз болыпты. Одан кейін тағы да бір кісілер келіп айтқан екен, менің әйелім бала көтермей жатыр. Қанша жыл болды өмір сүргенімізге, бала жоқ. Бір дұға жасаңызшы деп, әлгі кісіге келіп дұға тілепті. Сонда тағы да айтқан екен, Алладан кешірім сұра деген екен, истиғфар тіле деген екен. Сонда бұл сөзді біздерге жеткізіп атқан мынау Ибн Сабих деген кісі, Ар-Раби' Ибн Сабих деген кісі жаңа оқиғаға куә болып, сонда Әл-Хасан Әл-Басриға айтқан екен, сіз қалайша мынау әркім әртүрлі мәселе айтып келіп жатыр сізге, бірақ сіз Алладан кешірім сұра деп сонымен шектеліп жатсыз. Бұның мәні не болды деп сұраған екен. Яғни әркім әртүрлі мәселесін айтып келді. Біреу құрғақшылықты айтты, біреу жаңағы балам болмай жатыр деді, біреу кедеймін деді, тағы біреу басқа өзінің уәждерін айтып келді. Сонда ғалым әрқайсысына Алладан кешірім сұра деп жауап берген еді. Міне сол кезде мына кісінің сұрағына Әл-Хасан Әл-Басри былай деп жауап берген екен, қараңыздар. Мен дейді, өзімнен еш нәрсе шығарып айтып жатқан жоқпын дейді. Мен қазір айтып жатқан нәрсемді мен Алла Тағаланың қасиетті кәламы Құран кәрімнен оқығанмын деген екен. Себебі Алла Субхана Тағала Құран кәрімде айтады: Астаиду билла фақулту стағфиру раббакум иннаху кана ғаффара юрсилис самаа алейкум мидрара ва юмдидкум би амвалин ва банин ва ядж'ал лакум джаннатин ва ядж'ал лакум анхара. Садақаллахул азим. Бұл оқыған сүре Нұх сүресінің 10-шы, 11-шы, 12-ші аяттар екен. Сонда осы айтылған аяттардың мағынасын қараңыздар. Мен айттым дейді. Бұл жерде Нұх алейхиссалам өзінің қауымына айтып жатыр. Мен айттым дейді. Сендер Раббыларыңнан кешірім сұраңдар күнәларың үшін. Расында ол көп күнә кешіруші. Егер сендер Раббыларыңнан кешірім сұрайтын болсаңдар, міне сонда Алла Тағала сендерге нөсер жауынды жібереді, нығмет ретінде. Және сендерді дүние мүлікпенен және ұрпақтармен қуаттайды. Сендерге дүние мүлікті көп береді, және ұрпақтар береді. Және де Алла Тағала сендерге жәннатты нәсіп етеді, және жәннаттағы өзендерді нәсіп етеді деген екен. Мұны қарап отырсаңыздар, яғни Нұх алейхиссалам өзінің қауымына не айтып жатыр? Ей қауымым, кешірім сұраңдар Алладан күнәларың үшін. Сонда Алла Тағала сендерге аспаннан жаңбыр жаудырады, өзінің нығметтерін береді. Бала сүймей жүрген болсаңдар, бала береді. Дүние мүліктерің болмаса, дүние мүлік береді. Тіпті егер Алладан кешірім сұрайтын болсаңдар, өзінің жәннатына лайық көрсеңдер деп осылайша мен жауап қайырған екен. Міне қарап отырсақ, Әл-Хасан Әл-Басридің берген жауабы міне осы. Енді өкінішке орай бұл мәселелерді көп адам біле бермейді. Алладан сұраған кезде Алла Тағалам бала бер деп жаңа сұрауы мүмкін, немесе басқа бір нығметті сұрауы мүмкін. Бірақ Алладан кешірім сұрауды ұмытып қаламыз. Егер Алла Тағаладан кешірім сұрап күнәларымыз үшін, осылайша Алла Тағаладан өзіміздің қажетімізді сұрайтын болсақ, міне сонда біздің дұғамыз қабыл болады екен. Демек, дұғаның қабыл болуының шарттарының бірі осы екен, Алладан кешірім сұрау. Иншалла, бұл мәселе жайында біздер тағы да бір оқиғалар иншалла айта кетеміз осыған байланысты. Бір күні бұл болған оқиға осы өзіміздің заманымызда болған оқиға дейді. Бір күні бір кісі ақшаға сондай мұқтаж болады. Үйінде заты бар, сатуға арналған заттары бар, бірақ соны сатам деп сыртқа шығады, базарға барады. Енді үйінде ақшасы жоқ. Ақшаға мұқтаж болып тұр. Содан әлгі затын алады дағы, өзі өмірі сауда жасап көрмеген кісі екен. Енді сауда жасап білмеген адам өзі бірінші сауда жасаған кезде қиналады ғой. Сонда затын алып, базарға барып,
базарда бір бос орын тауып алып, өзінің затын қойып тұрған екен. Сөйтсе, келеді адамдар, затын қарайды, кетеді, алмайды. Жанында басқа адамдардың заттарын сатып алып жатыр, бұның затын ешкім алмайды. Сосын жаңағыдай уайымдап отырады, не болды екен бұл деп. Біраз уақыт өтіп кетеді. Ешкім алмайды әлгі затын бұны. Сөйтіп отырған кезде есіне бір нәрсе түсіп кетеді. Осы мына мешіттен бір ғалым кісілерден естіген едім. Алладан кешірім сұраңдар, Алладан кешірім сұрасаңдар, қажеттеріңді Алла өтейді деген сөзді естіген екен. Сонымен отырдым дағы дейді, Алладан кешірім сұрай бердім дейді. Астағфирулла, астағфирулла, астағфирулла деп отырдым дейді. Содан анау астағфируllаны айтып жатырмын, бір кезде адамдар топ болып келді дейді кәдімгідей. Келіп әлгі затымды қарайды дейді, мына затыңды осыншаға берсейші деп, біреулерге бағасын көтереді дейді, мен осыншаға затыңды аламын, мына зат маған керек еді, сен маған осыншаға сатсайшы деп, жаңа бағасын көтереді дейді. Сонымен мен дейді әлгі затымды әйтеуір өзім қалаған бағаға сатып үйге келдім дейді. Үйге келген кезімде, үйдің есігін ашып кірген кезімде көзіме жас келді дейді. Себебі бала-шағам менен ақша күтіп тұр дейді. Несібе күтіп тұр менен дейді. Үйге кірген кезде көзіме жас келді. Осы бір нығметті мен неге ұмыт қалдырған екенмін деген бір ойда қалдым дейді, мұсылман бола тұра. Яғни кешірім сұрау деген нығметті. Демек, истиғфар, Алладан кешірім сұрау бұл үлкен нығмет екен қарап отырсақ. Сөйтіп жаңағы бұрынғы жасаған күнәлары үшін, осы уақытқа дейін кешірім сұрамағаны үшін Алладан әлгі адам қатты өкінгендігін жеткізген екен. Енді пайғамбар алейхиссалату вассаламның тағы да мына хадистеріне келетін болсақ, Алла елшісі Айша анамыздан жеткен хадисте: Кана Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалама юксиру ан яқула қабла маутихи субханаллахи ва бихамдихи астағфируллаха ва атубу илейх. Яғни пайғамбар алейхиссалату вассалам қайтыс болмай тұрып дейді, бір аз уақыт қалған кезде өте көп мына сөздерді айтатын еді дейді. Субханаллахи ва бихамдихи, Алла тағалам сен пәксің, сені мақтаймын. Астағфирулла, Алладан кешірім сұраймын. Ва атубу илейх, және оған қайтамын деген сөзді пайғамбар алейхиссалату вассалам өте көп айтатын еді дейді. Демек, сол пайғамбардың үмметі ретінде біздер де осы Алладан кешірім сұрау мына амалымызды иншалла біздер ұмыт қалдырмайық. Бұдан былай не сұрасақ та дұғамыздың ішінде Алладан кешірім сұрауды қосып, Алладан дұға тілейтін болсақ, иншалла дұғамыз қабыл болады деген үмітте боламыз. Ғұлама ғалымдардың айтатын сөздеріне келетін болсақ, Қола Алиюн каррамаллаху ваджха. Хазрет Али, Алла ол кісіге разы болсын, өзінің бір сөзінде айтады екен: Әл-аджабу мимман яхлику ва маахун наджату. Мен таңғаламын дейді, өзінің жанында құтылуға болатын бір мүмкіндігі бола тұра, хәлак болып кеткен, жойылып кеткен адамға мен таңғаламын дейді. Яғни осы дүниесімен ақыретін жоғалтып алған адамға таңғаламын дейді. Қолында құтылудың құралы бола тұра дейді. Сонда жанындағы шәкірттер сұраған екен, ол не нәрсе ол деп сұраған екен. Сонда бұл кісі айтыпты: әл-истиғфар, Алладан кешірім сұрау деген екен. Яғни бір адам өзінің осы қамшының сабында сүретін өмірінде күнәға батуы мүмкін. Сөйтіп күнәға бататтағы Алладан кешірім сұрамай өліп кетеді. Ол осы дүниесінде жоғалтады, ол ақыретінде жоғалтады. Сонда Хазірет Али таңғалып айтып отыр да, бұндай адамға мен таңғаламын дейді. Өзінің қолында құтылатын құралы бола тұра, өліп кеткен адамға, дүниесі мен ақыретін жоғалтып алған адамға таңғаламын дейді. Енді ойлаңыз, мысалы теңізге бір адам шығатын болса, қайыққа мініп, қайығы тесіліп, судың түбіне шөгетін болса, бататын болса, бірақ сол қайығында жаңағы құтқаратын құралдары бар. Ана мойынға киеді, үрлейді, жаңағы құтқаратын құралдары. Болмаса жаңа бір несі бар, балоны бар деген сияқты. Енді ана адам соны қолданбаса, ол ақымақтық қой. Барып тұрған ақымақтық қой. Міне сол сияқты екен да. Демек, біздер мына өмірде Алланың берген өмірін сүріп, күнә қателігіміз болар жасап қойған.
басқа кемшіліктеріміз болар. Сол кемшіліктеріміз үшін кешірім сұрамай бұл дүниеден өтетін болсақ, Алла сақтасын, ол өте қиын болады. Себебі кешірім сұрамай бұл дүниеден өткен жағдайда пенде өзінің күнәсімен кетеді, күнәсін арқалап кетеді деген сөз. Күнәсін арқалап кеткеннен кейін арғы дүниеде амал дәптер ашылған кезде, таразыға амалдары салынған кезде, қайсы бір амалдары, күнә амалдары басым түсетін болса, ізгі амалдарына қарағанда, ол адамның баратын жері тозақ болады, Алла сақтасын. Ал енді қайсы бір адамның сауапты амалдары көбірек болатын болса, иншалла Алланың нәсіп етуімен ол адам жәннатқа барады деп біз үміттенеміз. Тағы да иншалла оқиғаларға кезек беретін болсақ, тағы бір кісі өзінің өмірінде болған оқиғаны жеткізеді. Мына оқиғаларды қарап отырып, өмірде болған оқиғалар жаңа кітаптарда келеді екен. Сонда бір кісі өзінің бір оқиғасын айтып береді. Жұмыстан шаршап үйге келдім дейді. Кеш уақытқа келдім үйге дейді. Есікті ашып үйге кірген кезімде үйімде жаңағы әйелім өзінің мінезін көрсете бастады дейді. Мен бір жаңағы бұның да біз кемшіліктер бар шығар бәлкім. Сонымен мінезін көрсетіп ұрыс шығарды дейді әйелім, жоқ жерден дейді. Сөйтіп отырған кезде мен оны басуға тырысамын, бірақ ол басылатын емес. Сонымен мен де көтеріліп кеттім. Мен де айқайлап ұрыстым оған. Содан бір кезде жүгін жинап кететін болды дейді, төркініне дейді. Сонымен төркініне шығам, кетем деп жаңағы жүгін жинап жатыр. Содан мен, ашуыңды бас, сен не істеп отырсың деп оған насихатымды айтам, жеткізем, бірақ түсінер емес дейді. Түнімен сөйтіп ұрысып шықтық дейді. Таң ата әйтеуір жүгін жинап үйден шығып кетті дейді. Мен үйде отырым жалғыз басым, өкініп отырым дейді. Содан осы азан шақырылған, азан естілді дейді. Осы мешітке барайыншы деп мешітке бардым дейді. Мешітке барып, жамағатпен намазымды оқып, одан кейін отырдым дағы, Алладан кешірім сұрадым дейді. Истиғфар тілеп, Алладан кешірім сұрап отырдым дейді. Содан кішкене күн шыққан уақыт үйге келдім дейді. Үйге келсем, әйелім мені күтіп отыр екен дейді. Содан жаңағы кісі сұрадым дейді, не болды деп. Сонда әйел айтады, мен жаңа артық сөйлеп қойыппын, сен ренжіме. Енді қалай, неге жаңағы кетем деп тұрған жерде шығып кеткен едің, қалай енді қайтып келдің, не себеп болды деп сұрадым дейді, қызығып дейді. Сөйтіп білмеймін, жолда кетіп баратқан едім, бірақ әйтеуір бір жерде тоқтап қалдым, ары қарай баруға аяғым бармай қойды дейді. Бір түрлі үйге қайтқым келіп тұрды дейді. Сонда ана кісі түсінген екен. Яғни Алла Тағаладан кешірім сұрағандықтан Алла Тағала бұл адамды не қылған? Әлгі қиыншылығына не қылып қойған екен? Құтқарып. Міне, себебі пайғамбар алейхиссалату вассаламның хадисінде де бұл мәселе бар, қараңыздар. Алла елшісі айтады: "Ман аксарал истигфара жа'алаллаху лаху мин кулли хаммин фаража." Кімде-кім көп истигфар тілейтін болса, Алладан көп кешірім сұрайтын болса, оның басында түскен қиындықтан Алла Тағала оны құтқарады дейді. "Ва мин кулли дийқин махража." Және оған әрбір таршылықтан шығатын бір жол тауып береді дейді. Өмірдің таршылықтарынан шығатын жолды Алла Тағала тауып береді оған дейді. "Ва разақаху мин хайсу ла яхтасиб." Және оған Алла Тағала күтпеген жерден рызық несібесін беріп қояды дейді. Аллаху акбар, қараңыздаршы. Пайғамбар алейхиссалату вассаламның мына осы бір хадисі, міне керемет. Сонда мен өзім айттым дейді, әлгі хадис есіме түсіріп дейді. Садақа Расулулла, Алла Тағаланың елшісі пайғамбар алейхиссалату вассалам расында да мына шын сөзді айтқан екен. Себебі пайғамбар алейхиссалату вассалам жайында Алла Тағала не дейді? Астаиду билля, "Ва ма янтиқу анил хава ин хуа илля вахю юха." Пайғамбар өз ойынан ешнәрсе айтпайды. Оның айтқан сөздерінің барлығы Алладан келген хабарлар дейді. Яғни Алладан келген хабарды жеткізеді пайғамбар алейхиссалату вассалам. Енді тағы да пайғамбар алейхиссалату вассаламның хадистеріне келейік.
Абу Хурайрадан жеткен хадис, Алла елшісі айтады екен: "Уаллази нафси биядих", жанымды билігінде ұстап отырған Алла тағалаға ант етемін. "Лаулам тузнибу лазахабаллаху та'ала бикум", егер сендер күнә жасамайтын болсаңдар, Алла тағала сендерді бұл дүниеден алып тастайды дағы. "Вала жаа биқаумин юзнибун", сендердің орындарыңа күнә жасайтын қауымды алып келеді дейді. "Фаястагфирун Аллаха та'ала фаягфиру лахум", міне солар Алладан кешірім сұрайды, және Алла тағала олардың күнәсін кешіріп, кешірімдерін қабыл алады дейді. Бұл деген сөз, енді әрине бұл мүмкін нәрсе емес. Яғни олай болмайтын да белгілі. Бірақ бұл жерде мәселе, яғни пенде бәрібір де күнә қателік жасап қояды. Мейлі үлкен күнә болар, мейлі кіші күнә болар, бәрібір де күнә қателік жасайды. Сонда пендесі Алладан кешірім сұрайтын болса, Алла кешіреді. Демек, ал енді ойлаңыздар, мүлдем күнә жасамайтын бір адамдар болса, Алла тағала оларды алып тастайды екен дағы, орындарына күнә жасайтын адамдар алып келеді екен. Сөйтіп олар күнәлар үшін кешірім сұрайды, Алла олардың кешірімін қабыл алады. Міне бұл деген сөз, Алла тағала біздің пенделігімізді біледі, пенделік кемшілігімізді біледі. Бәлкім үлкен күнә жасамасақ та, бір кішігірім күнәлар жасап қоймыз мүмкін. Үйімізге барған кезде сөзімізбен, немесе бір ісімізбенен әйеліміздің, болмаса балаларымыздың көңілін қалдырып қоймыз мүмкін. Мейлі жұмыс орнында болар, мейлі қоғамда жүрген кезде болар, біреуді ренжітіп қоймыз мүмкін. Оның өзі негізінде күнә. Мысал үшін қараңыздар, бір мысал ретінде айтатын болсақ. Кейде жаңағыдай байқаймыз, осы намазға сапқа тұрған кезде, алдыңғы сапқа мысал үшін жас кісілер тұрып қалуы мүмкін. Енді бір үлкен кісілер келіп тұратын болса, енді дұрыс, хадисте келу бойынша алдыңғы сапқа қарай асығыңдар дейді ол хадисте. Бірақ ана үлкен кісілерге орын бермейтін жағдай болады мысалы. Енді ол міндет емес, келген үлкен кісіге орын беру міндет емес. Бірақ адамгершілікпенен сол үлкен кісіге орын беретін болса, оның көңілін аулайтын болса, көңілін қалдырмайтын болса, бұл үлкен сауапты іс негізінде. Қараңыздар. Мына нәрсені біліңіздер, мына бірінші сап мұсылман адамның көңілінің алдында ештеңе емес. Себебі пайғамбар алейхиссалату вассалам айтады, бір адамның көңілін қалдыру Қағбаны қиратудан да асқан үлкен күнә дейді. Олай болатын болса қараңыздар. Яғни адамның көңілін қалдыру деген нәрсе ол өте қиын нәрсе. Енді мына біз бағана бері айтып жатқан күнәдан кешірім сұрау мәселесін айтып отырмыз ғой. Егер біздің жасаған күнәміз тура мына тәубедегідей тақырып қой бұл да. Тәубемен біте қайнасқан тақырып, истиғфар тақырыбы. Яғни біздің жасаған жаңағы күнәларымыз өзіміз бен Алланың арасында болған күнә болса, Алладан кешірім сұраймыз, Алла тағала иншалла кешіреді. Ал енді біреудің ала жібін аттаған болсақ, біреуді ренжіткен болсақ, онда Алла тағала мына құдси хадисте айтылады, Алла тағала айтады, менің алдыма құл ақысымен келмеңдер дейді. Яғни біреудің көңілін қалдырып, біреудің ақысын жеп менің алдыма келмеңдер дейді. Себебі ол адам кешірмейінше Алла тағала кешіре алмайды. Біздер демек Алладан кешірім сұрауды білгеніміз сияқты, жанымызда жүрген адамдарды ренжіткен болсақ, олардан да кешірім сұрауды ұмытпайық. Себебі мұсылман адамның көңілі ол мына дүниедегі барлық нәрседен жоғары тұратындығын біз көре аламыз. Жоғарыда айтылған хадистерде. Енді айтайын дегеніміз, мынау демек бірінші сап әрине өте сауапты. Бірінші сапқа келіп намаз оқу, неғұрлым бірінші сапқа жақын саптардың орындап намаз оқу. Бірақ жанымыздағы өзіміздің бауырымыздың көңілі үшін ана жерде қысылып тұрып қалдыңыз. Сол жерде кішкене енді қазір қысылып тұрып, өзі мынау негізінде тым қатты қысылып тұрып намаз оқу мәкрух екен өзі. Неге мәкрух болады? Ғалымдар не үшін бұны мәкрух деген білесіздер ме? Себебі намазда адамның ойын бөледі. Тым қатты қысылып намаз оқып тұрсаңыз, намаз оққан құрлы айтқан кезде ойыңызда басқа нәрселер келіп қалады. Міне сондықтан да егер қысылып бір жерде тұрып қалған болсақ, жаныңыздағы кісіге сол жерді беріңіз.
өзіңіз артқы жақтан кішкене орын алуға тырысыңыз. Ол жерде жаңағыдай принцип ұстанып қалып, мен жаңа бірінші келдім, осы саппен мен бірінші келдім, сауапқа жаңағыдай, бұл айтқан кезде сауапқа өзіміздің бауырымызды ортақ не қылайық дегенді айтқымыз келеді. Олай болса, тағы да мынау осы истихфар тақырыбына байланысты Құран кәрімде көптеген аяттар бар. Алла Тағала айтады: "Астаиду билла, ва май яъмал суан ау язлим нафсаху, сумма ястагфириллаха яджидиллаха гафур рахима." Кімде-кім бір жамандық жасап қойса, немесе өзіне зұлымдық жасап қойған болса, содан одан кейін Алладан кешірім сұрайтын болса, Алла Тағаланы кешірімді, мейірімді күйінде табады дейді. Яғни Алланың алдына барған кезде Алланың кешіріміне, мейіріміне лайық болады деген сөз. Мына бұл Ниса сүресінің 110 аят екен. Тағы да осы истихфар төңірегінде тамаша өмірде болған оқиғалардың бірі. Мынау араб елдерінде болған оқиға, бұны сол жақта жаңағы уағыз айтқан бір ұстаздардың бірі жеткізіп айтып жатыр, жазған екен, жазып қалдырған екен. Сонда мынау ташрик күндері дейді. Мына өзі Меккеде бір мешітте мен уағыз айтып жатырмын дейді. Сонымен уағыз айтып болғаннан кейін бір кісі келіп маған жеке айтатын мәселем бар, сізбен жеке қалсам бола ма деп өтініш қылды дейді. Содан өтінішін қабыл алып, бір оңаша бір жерге барып отырып әңгімелестік екенбіз дейді. Сонда анау кісі өзінің әңгімесін айтып жатыр. Бүйтіп айтты дейді: бұл кісінің аты жаңағы келіп сұрақ қойып жатқан кісінің аты Абу Юсуф екен. Енді күния ғой, жаңағы Юсуфтың әкесі деген сөз ғой. Сонымен айтты дейді: біз жаңағы отасқанымызға бірнеше жыл болды әйелімізбенен. Бірақ бала сүймей жүрдік дейді. Қаншама жылдар бойы. Содан бір уағызда тыңдадым мен бір кісінің уағызын. Дәл қазір сіз мынау истихфар төңірегін қозғадыңыз ғой, Алладан кешірім сұрау мәселесін. Ол кісі де сол өзінің уағызында осы Алладан кешірім сұрауды қозғаған еді дейді. Содан сол уағызды естіп, уағыздың ішінде кімде-кім Алладан кешірім сұрайтын болса, Алла Тағала оларға жаңағы аспаннан жаңбыр жаудырады, рызық несібесін береді, бала сүйдіреді, дүние мүлік береді деген мына аяттар, жоғарыда оқылған аяттарды оқыды дейді. Содан бірден ойыма сол нәрсе келіп, үйге бара салысыменен әйелім айттым дейді: "Әй пәленше, кәніке екеуміз отырып истихфар жасайық" деп айттым дейді. Алладан кешірім сұрайық деп айттым дейді. Содан Алладан кешірім сұрадық бір түн бойы. Сонда сол түні қосылғанбыз. Және білесіз ба дейді, дәл сол түні дейді, Алла Тағала әйелімнің құрсағына бала бітірді дейді. Яғни көпке созылған емес екен да. Кешкілік мешіттегі уағыз тыңдаған, үйіне бара сап айтқан әйеліне түнімен құлшылығын жасап, истихфар тілеп Алладан, бір жағынан жаңағы ерлі зайыптың арасында болған жаңа қосылған, сонымен не? Бала бітті дейді. Содан мына кісі, жаңа тыңдап отқан кісі, мына кісінің әңгімесін таң қалып: "Аллаху акбар, Аллаға шүкір, Аллаға шүкір. Расында да Алланың сөзі бекер емес қой. Міне сенің мына оқиған бұны растап тұр ғой. Алланың сөздерінің бекер емес екендігін. Пайғамбар алейхиссалату вассаламның сөздерінің бекер емес екенін растап тұр ғой" деп жаңағы ана кісі қуанып кетті. Сонымен тоқтап дейді: "Тоқтаңыз, мен әлі оқиғамды әлі бітірген жоқпын" дейді. Содан бір бала дүниеге келді, мен әйеліме айттым: "Истихфар тоқтатпа" деп айттым дейді. Екеуміз тағы да Алладан кешірім сұраймыз, истихфар тілейміз. Екінші бала болды дейді бізде дейді. Сосын әйеліме айттым дейді: "Истихфар тоқтатпа" деп айттым дейді.
тағы да Алладан кешірім сұраймыз күнәларымыз үшін. Үшінші бала болды дейді. Содан бір кезде енді Абу Юсуф қой, Юсуфтың әкесі. Умму Юсуф маған айтты дейді. Яғни Юсуфтың анасы маған айтты дейді. Әй пәленше, осы истиғфар тоқтата тұрайықшы деп айтты дейді. Кішкене мына балалар үлкейсін, кішкене истиғфар тоқтата тұрайық деп айтты дейді. Содан жаңа кісі тағы да қуанып, ой, қандай керемет, Алланың сендерге шынымен де мына 3 баланы берген екен Алла. Қаншама жыл бойы бала сүймей жүрдіңдер деп ана кісі қуанып, енді әңгіме біткен шығар деп тұруға ыңғайланайын десе, ана кісі айтыпты, жоқ, тоқтай тұр, әлі оқиға біткен жоқ әлі деп айтады дейді. Сөйтіп отырып тағы да әңгімелесіп, біраз жыл өткеннен кейін мен әйелім айттым дейді. Ей, сен маған 3 бала сүйдірдің, бала тудың, 3 бала. Мен енді қыз дүниеге келгенін қалаймын, қызым болсын деймін. Кәдімгі анау истиғфарды қайттан бастайық деп айттым дейді. Сөйтіп отырып, тағы да жаңағы Алладан кешірім сұрап истиғфар тілеп. Содан міне осы қажылыққа келіп отырмын дейді. Телефон шырылдады дейді. Мен қажылықта жүрген кезімде әйелім қыз босанған екен дейді. Қараңызшы, қажылықта жолығып отырмын мына кісіменен, ғалым кісіменен. Алла тағала дейді, бір қыз баланы маған сүйдіріп отыр дейді. Міне сөйтіп қараңыздар, сондай керемет мына өмірде болып жатқан оқиғалар. Алла тағала иншалла осы сіздердің ниет тілектеріңізді қабыл етсін. Осындай мына кісілер сияқты сондай ықыластылықпен Алладан истиғфар тілеңіздер. Алла тағала сіздердің де дұға тілектеріңізді, ниеттеріңізді қабыл етсін. Демек, бұдан біз көре аламыз, қараңыздар, истиғфар тілеген кезде қандай ниетте болсақ, не нәрсені сұрасақ, соны береді екен. Басында әйтеуір мейлі қыз болсын, мейлі бала болсын, жаңағы бала сүймей жүрген отбасыларда солай ғой өзі. Қыз болсын, бала болсын, бәрібір әйтеуір Алла берсе екен деп тілеп жүреді. 3 бірдей баланы берді. Содан енді қыз сұраймыз деді Алладан. Қыз сұрап еді, Алла қызы да берді. Міне демек, Алла тағала иншалла осы баршамызға үнемі дұғаларымызды осы күнәдан кешірім сұрауды баршамызға жазған болсын дейміз. Енді мына сөзіміздің соңында иншалла мына нәрсені айта кетсек деп отырмыз. Жалпы осы пайғамбар алейхиссалату вассаламның үмметі, біздер өзі 3 топқа бөлінеді екенбіз. Біріншісі әхлул афу, үшіншісі әхлул мағфира, үшіншісі әхлул рахма. Екіншісі әхлул мағфира, үшіншісі әхлул рахма. Бұның сөздердің мағынасы, біріншісі яғни Алла кешірім берген және амал дәптерлерден күнәсін бәрін өшіріп тастаған пенделер. Одан кейін әхлул мағфира, амал дәптерінде күнәсі бар болса да, бірақ Алла кешірген топтар. Үшіншісі, Алланың мейіріміне лайық болған, яғни күнә қателігі бар болса да, бірақ Алланың мейіріменен күнәсі тіпті басым болып тұрса да, Алланың мейіріменен жәннатқа лайық болатын пенделер дейді. Енді қараңыздар, осы жерде афу сөзі менен мағфират сөзінің арасында айырмашылық бар екен. Мысалы бізде қазақта айтамыз, ғафу етіңіз дейміз ғой. Енді бұл Құран кәрімде келеді, астағфирулла уаъфу анна. Ей Алла тағалам, ғафу ете көр. Уағфир лана, біздің күнәмізді кешіре көр. Уархамна, және бізді мейіріміңе бөлей көр. Қарап отырсаңыз, осы 3 мына айтылған 3 мәселе Құранның осы аятында да бар екен. Жаңағына құптан намазында, егер қателеспесем, бас имамымыз осы аяттарды оқыды құптан намазында. Енді мына ғафу менен мағфираттың арасында айырмашылығы, афу деген, яғни бізде Алладан ғафу етуін сұрайтын болсақ Алладан, біздің амал дәптерімізден күнәнің бәрін жойып тастайды екен. Көрдіңіз бе? Егер Алладан мағфират сұрайтын болсақ, истиғфар тілейтін болсақ, Алла тағала амал дәптерімізде сол күнәні қалдыру мүмкін, бірақ бұлай кешіру мүмкін бізді. Сондықтан да ғалымдарымыздың көп айтатыны, Алладан истиғфар тілеумен қатар, Алладан ғафу етуін тілеуді де ұмытпау керек дейді. Яғни амал дәптерімізде қалып қойып, Алланың кешіруі ол бар,
Ал енді Алла Тағала мүлдем амал дәптерімізден сол жаңағы біздің күнәмізді мүлдем өшіріп тастайтын болса, одан асқан бір біз үшін сияпат жоқ. Яғни жәннатқа кіруімізге себепші болатын сияпаттардың ішіндегі. Демек, Алла Тағала Құран кәрімде расында да осыны біздерге қозғап отыр, бұл мәселені. Астағиду билля, ваъфу анна, вағфир лана, вархамна. Ей Алла Тағалам, бізді ғафу ете көр, вағфир лана, біздің күнәмізді кешіре көр, вархамна, бізді мейірімге бөлей көр, анта маулана, сен біздің қожайынымызсың. Фансурна алал қаумил кафирин, кәпір қауымдарға қарсы біздерге көмек бере көр дейді. Мына олай болса, Алла Тағаланың иншалла біздер истиғфар тілеуді ешқашан ұмыт қалдырмауымыз керек. Үнемі осы және де бір соңғы бір айта кететін мәселе, мынау Худ пайғамбарды бәріңіз білесіздер. Құран кәрімде айтылған 25 аты аталған 25 пайғамбардың ішінде біреуі. Осы Худ алейхиссалам өзінің қауымына айтқан сөздері бар, ол Құран кәрімде келеді. Ол кісі де айтады екен өзінің қауымында, астағиду билля, ва я қауми стағфиру раббакум, ей қауымым, Раббыларыңнан кешірім сұраңдар. Сумма тубу илей, сендер Аллаға оған тәубе етіңдер. Юрсилис самаа алейкум мидрара, міне сонда Алла Тағала сендерге аспаннан жаңбыр жаудырады. Ва язидкум қуватан иля қуватикум, сендердің мына бар болған күштеріңе Алла Тағала тағы да күш қосады. Валя татаваллау мужримин, күнәһар адамдарды өздеріңе дос етпеңдер деген міне аят. Бұл Худ сүресінің 52-ші аят екен. Алла садақаллахул азим деп айтамыз. Енді қараңыздар, бұл жерде не деп отыр? Сендердің күштеріңе тағы да күш береді деп отыр. Ал Худтың мына қауымы, Худ алейхиссалам қауымының аты кім еді? Ад қауымы. Ал енді Ад қауымы сондай жаңағы кезінде өте күшті. Бұл айтқан кезде дүние жүзін басқарып тұрған үлкен империяның күшіндей күшке ие еді. Сонда бұлар не дейді? Өздерінің сөздерінде. Құранда да бұл мәселе қозғалған. Фуссилат сүресінің 15-ші аятында Алла Тағала айтады, астағиду билля, фамма адун, Ад қауымына келсек, фастакбару фил ард, олар жер бетінде тәкаппарланды дейді. Биғойрил хақ, яғни ешқандай жаңағы ақылары жоқ, жер бетінде өздерінше тәкаппарланды. Вақалу, және айтқан еді, мән ашадду минна қуватан, мына дүние жүзінде бізден жоғары, бізден күшті кім бар деп сөйтіп жаңа көкіректерін қағып сөйтіп айтатын қауым дейді. Міне соларға да не айтып жатыр Алла Тағаланың елшісі Худ алейхиссалам? Алладан көп истиғфар тілеңдер, аспаннан сендерге жаңбыр жаудырады, және күштеріңе күш береді дейді. Енді қараңыздар, Аллаға шүкір дейміз, мына біздің еліміз дамыған жаңағы 50 елдің қатарына қосыламыз деп ниеттендік. Алла нәсіп етіп қосылдық деп жатырмыз. Дамыған енді 30 елдің қатарына қосыламыз деген меже қойып жатырмыз алдымызға. Иншалла оған да жетеміз деген үмітіміз бар. Бірақ мына болып жатқан қазір кризис оқиғалары, мына өзіміздің төл ақшамыздың құнсыздануы түрлі қиындықтар алып келіп жатыр біздерге. Бірақ қараңыздар, соның өзінде біздер Аллаға шүкір мына Орта Азия елдерінің ішінде жақсы орында тұрмыз. Көптеген мына араб елдерінен біздер қайда алдамыз деп айтамыз. Бірақ сонымен бірге біздер Алладан үнемі кешірім сұрайық, Алладан дұға тілейік. Міне сол кезде Алла Тағала иншалла мына жеткен жетістігімізге тағы да жетістік береді біздерге иншалла. Тек қана Қазақстан емес, бүткіл ислам әлеміне Алла Тағала бейбітшілік берсін. Бүткіл ислам әлеміне Алла Тағала бірлік берсін. Кезінде қараңыздар, ислам дінін біздің ата-бабаларымыз қабылдаған кезде әлсіздікпен ислам дінін қабылдаған жоқ. Көне түрік халқы, ғұндар.
ислам дінін қабылдаған кезде қалай қабылдады? Күшке ие еді, өте күшті еді. Ислам дінін қабылдады. Аллаға құлшылықтарын молайтты. Алладан кешірім сұрады. Одан сайын үлкен күшке ие болды, қарап отырсаңыздар. Міне бұл нәрсе, бұл тарих қайталанатын нәрсе. Әрине біздер жалпы бұл мәселені естен шығармайтын болсақ, иншалла бұл демек, яғни нығметті беруші ол Алла екенін ұмытпауымыз керек. Адам ол себепші. Нығметті беруші кім? Ол Алла Тағала. Сондықтан да Алла Субхана Тағала баршамызға осы айтылған нәрселерге амал етуге жазсын, көбірек истиғфар тілеуге жазсын. Алла Тағалам күнәларымызды кешірген болсын. Субханака Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк, ва ахиру да'вана анил хамдулиллахи раббил аламин. Ассаламу алейкум.